Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз HTML-дегі div элементі мен CSS-дегі width, height және border деген үш элементті өтетін боламыз. Менің есімім Қуандық Аршын, онда бастайық. Жалпы HTML-дегі div элементі дегеніміз не? Div элементінің қызметі сайттың құрылысында бұл жалпы бір элементтерді қасиетіне қарай, қызметіне қарай бір группа элементтерді бір контейнердің ішіне салып қойғанға керекті қорапша. Контейнер болмаса қорапша деп түсініңіз. Тағы да қарапайым мысал айтайын. Сіз мысалы дәрі-дәрмектерді бөлек контейнерге саласыз, ал косметиканы бөлек бір контейнерге салып қоясыз. Олардың араласып тұрған дұрыс емес. Дәл сол сияқты қасиетіне, қызметіне қарай әртүрлі элементтерді бір дивтің ішіне бөлектеп салу үшін ол керек. Ал енді CSS-дегі width деген сол көлденеңнен алғандағы ұзындығы, ені, яғни былай алған кезде. Ал енді height дегеніміз ол биіктігі, ал border дегеніміз ол жиегі, сыртқы жиек, болмаса контур, я болмаса жаңағы жолдың шетіндегі бордюр деген сияқты кез келген элементтің сыртқы сызығы, сыртқы жиек сызығы. Енді HTML-дегі div элементтеріне жалпы тоқтала кетсек, HTML-дегі div элементі бұның ішіне кез келген контентті, мазмұнды сала беруге болады. Мысалы, бұл divтің ішіне, мына жеріне, ортасына тексттерді, бұл div элементінің ішіне суретті, видеоны, тіпті аудионы сала беруге болады. Келесі бір қасиетін қарайық. Тег, div, HTML элементтері үшін контейнер ретінде сипатталады. Ол кейіннен CSS тілінде немесе JavaScript тілінде өңделеді. Яғни біз бұны divті контейнер ету үшін CSS-пен міндетті түрде өңдеуіміз керек дегенді айтып отыр. Келесі, тегтің ішіне кез келген мазмұнды қоюға болады деп айтып кеттім. Ал енді CSS-дегі border, яғни сыртқы контур сызығы жайлы қасиеттерін айта кетсек, бірінші біз сипаттамаға border деп қос нүкте қоямыз, сосын міндетті түрде осы үш қасиеті жазылу керек. Бұл үшеуінің біреусі жоқ болса, онда ол бізге көрінбейді. Біріншісі префиксель, яғни сыртқы жиек сызығының жуандығы. Екіншісі оның типі, ол үзік сызық па, жоқ үзілмейтін сызық па, жоқ домалақ нүктелерден құралған сызық па. Үшіншісі оның түсі. Оның түсі де өте маңызды, себебі мысалы ақ фонда оған ақ түс беріп қоятын болсаң, ол көрінбейді. Я болмаса түс бермесең, шын мәнінде элемент бар, бірақ түссіз болып тұрады, ол да көрінбейді. Енді мына жерде келесі мәндерге рұқсат береді деп тұр. Бұл қандай мәндер? Dotted дегеніміз ол үзік сызық деген сөз, яғни нүктелі сызық дегенді білдіреді. Келесі dashed деген бар, үзікті шекараны анықтайды. Ал solid болатын болса, ол үзілмейтін сызық деген сөз. Double деген бар, қос шекараны анықтайды. Groove 3D деген бар, ол шекараға кішкене көлеңке беріп, кішкене көзімізге 3D қосап көрінеді. Right 3D деген бар, оң жаққа қарай жаңағы сызыққа, контур сызыққа көлеңкенің түсуі. Дәл сол сияқты inset дегенде бар, бұл кірістіру шекарасын анықтайды, әсер шекара түсінің мәніне байланысты дейді. Бұны практикалық тұрғыда тереңірек түсінетін боламыз. Outset дегенде бар, бастапқы шекарасын анықтайды. Non, яғни шекараны анықтамайды. Егер сізге бір қандай да бір элементтің шекарасын алып тастау керек болатын болса, онда ол жерге border non деп код жазуымыз керек. Сосын border non мен hidden деген бар. Бұл hiddenның екеуінің кішкене айырмашылығы бар. Оны практикалық тұрғыда қазір жұмыс істеген кезде түсінетін боламыз. Келесі, осы сыртқы жиек сызығына байланысты тағы да осындай қасиеттері бар екен. Ол қандай? Border width дегеніміз ол сыртқы жиек сызығының жуандығы. Border style дегеніміз оның стилі қандай. Border color ол сыртқы жиек сызығының түсі. Border radius деген бар, яғни бір төртбұрышты элемент болатын болса, ол сыртқы сызығының қырлары үшкір қырма, жоқ доғал қырма, соған жауап береді. Келесі border top style дейді, яғни жоғарғы сызықтың стилі деген сөз. Border right style түсінікті, оң жақ деген сөз, яғни оң жақтағы сызықтың тек қана
оң жақтағы сызықтың стилі деген сөз. Бұл жерде bottom деген аяқ жағы, ал left деген ол сол жағы деген сөз. Бұл түсінікті. Ал енді біз осыны практикалық тұрғыда жасап көрейік. Біз ол үшін бірінші кезекте Sublime текстімізді ашып алайық. Одан кейін HTML CSS-імізді ашайық. Бұл жердегі барлық элементтерді алып тастайық. Біз body элементін қосқанымыз дұрыс. Барлық контенттер body'дің ішінде жазылу керек деп айттым, сол үшін body'дің ішінде жазғанымыз дұрыс. Көзге көрінуге тиісті контенттің бәрі body'дің ішінде болғаны дұрыс. Біз CSS-тің ішін бәрін тазалап тастайық. CSS-те ештеңе жоқ. Енді бір div деген элементті ашайын. Divті басып тапты басасаңыздар, div элементі пайда болды. Енді осының нәтижесін көру үшін браузерді екі рет ашайық. Ештеңе жоқ. Бұл div элементінде жай ғана жаза қойсақ, бұл көрінбейді. Біз бұны көрсету үшін бұған ұзындық немесе биіктік, я болмаса background ішкі фон, я болмаса сыртқы жиек сызығын беруіміз керек. Ал жай ғана осылай жазсақ, онда ол көрінбейді. Біз жаздық, сақтадық, Ctrl+S, енді браузерді ашып көрейік. Ешқандай ештеңе жоқ. Енді divті жазып алдық, CSS-ке div элементіне қасиеттер беріп көрейік. Width ені 120 пиксель болсын. Биіктігі тоже 120 пиксель болсын. Енді сақтайық. Бұл битсек көріне ме жоқ па? Жоқ, көрінбейді. Мына жерде тұр, бірақ ода ешқандай түс жоқ, сондықтан ол мүлдем көрінбейді. Біз осыған қазір түс берсек, ол көрінеді. Background color дейік. Background color дей салайық. Қызыл берейік. Сақтадық. Енді басайық. Мінекей 120-да 120 деп сақталды. Енді бұны 220 деп еніне қарай ұзартсақ, бұның ені қазір ұзарады. Мінекей. Div элементі пайда болды. Енді div элементінде тағы да қандай қасиеттер бар екенін айта кетейік. Мына жерде width, height-ді көрсеттік. Енді border-ді беріп көрейік. Border беру үшін біз background color-ды алып тастайық, сосын сақтайық. Сақтадық, басып көрейік. Ешқандай нәрсе жоқ. Енді дәл осының сыртына border беріп көрейік. Border жуандығы 2 пиксель, сызықтың типі solid, ал түсі қызыл болсын. Сақтадық. Енді басайық. Мінекей. Қазір background, яғни ішкі фонды алып тастадық, бірақ сыртқы жиек сызығы көрініп тұр. Енді осы сыртқы жиек сызығының стильдерін ауыстырайық. Бағанағы dotted деген ауыстырып көрейік. Онда мындай сызық болды. Біз енді мынаны кішкене үлкейтейік. 650-де 450-де кішкене ұзартайық. Және бізге түсінікті болу үшін оның размерін, жуандығын 5 пиксель дейік. Так, мінекей, dotted дейтін болса, ол домалақ нүктелерден құралған. Ал тағы да қандай қасиеттері бар қарайық. Мынаны қойып көрейік. Dash дегенді. Ол кезде ол төртбұрышты үзік сызықтан құралады екен. Өсті барлығын көріп қойып көрсек болады. Мысалы, double дегенді білесіздер, бұл қос сызық деген сөз. Сақтаймыз. Неке, қос сызық пайда болды. Осылай тағы да right 3-ді көре салайық, ішінен бір екеуі. Right 3-ді қойдым. 3-ді жұмыс істемей тұр. Right 3-ді тек қана HTML 4-те жұмыс істейді. Бұны тек біліп алсаңыздар болды. Біз қазір HTML 3-пен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл негізгі базасы. Hidden деген жасырып қою, ал non дегеніміз жоқ қылу. Енді hidden мен nonның айырмашылығын айта кетсем, мысалы біз border non дейтін болсақ, онда мына жерде тағы да background
бере салайық. Мына жерде сызық бар, сызық жоқ, мүлдем жоқ. Мына жерде бір пиксель орынды алып тұрған жоқ. Егер border hidden дейтін болсақ, онда ол бар, бірақ ол жай ғана түссіз болып көрінбей тұр. Ол мына жерде бір пиксель сызық орынды алып тұр. Сонда мүлдем жоқ болуымен жай ғана түсін жоғалтып жасырынып тұру деген ол екі басқа. Келесі енді қасиеттерін көрейік. Біз бір бордер берейік мына жерге. Бордер дедік, 6 пиксель жуандықта. Solid green дей салайық. Неке сыртқы бордер пайда болды. Енді мына жердегі қасиеттерді, келесі қасиеттерді қолданайық. Border width. Бұл дегеніміз оның жуандығы дейді. Осыны қолданып көрейік. Width 600 деп көрейік. Неке өте жуан болып кетті. Так, 60 деп көрейік. Неке 60 болды. Осыған пиксель берсек бола ма жоқ па? Қарап көрейік. Пикселде жұмыс істейді екен, және жай ғана санды берсеңіз жұмыс істейді, және процентті беріп көрейік. Процент, сан 55% деп көрейік. Пайыз жұмыс істемейді екен. Жай ғана 12 деп көрейік. Пиксель, я болмаса жай ғана осындай сандар қойсақ жұмыс істейді. Келесі border style. Бұл енді border styleға dotted деп қоя салайық. Үзік сызық. Енді мына жерде осындай бір түсінуге тиісті нюанс бар. Бұл жалпы CSS кез келген бағдарламалы тілі жоғарыдан төмен қарай, солдан оңға қарай оқиды. Енді біз мына жерге бордерге үзік сызық емес, үзілмейтін сызық деп енгіздік, бірақ сосын одан кейін барып үзілетін сызық болсын деп енгіздік, бірақ бізге осы үзілетін сызықтың қасиетін енгізіп шығарып берді. Не үшін? Себебі бұл CSS жоғарыдан төмен қарай оқиды. Ең соңғы жазылған кодты ғана қабылдайды. Енді border радиуске бір мән беріп көрейік. Астына қарай border радиус 12 пиксель деп көрейік. Қалай жұмыс істейді екен? Неке мына жерде шетінде радиус пайда болды. Бұны 12 емес, 42 пиксель дейік, көбірек болсын. Неке. Келесі right стиль деген, яғни оң жақтағы стилін ғана ауыстыру, сол жақтағысына тиіспеу деген сияқты. Біз жалпы біздің бордеріміз үзік сызық, біз енді оң жағындағы стилді қос сызыққа ауыстырайық. Double дей салайын. Яғни оң жағындағы жалпы бұл үзік сызық еді, бірақ бұның тек қана оң жағындағысын қос сызыққа ауыстыратын болсақ, онда кодты былай жазуға тиіспіз. Енді басып көрейік. Неке оң жағы қос сызыққа ауысты. Енді border bottom, яғни бордердің астыңғы жағы, яғни үзік сызықтың контур сызығының астыңғы жағын басқа стильге ауыстырайық. Онда solid дейік, яғни үзілмейтін сызық болсын. Неке астыңғы жағы үзілмейтін сызық, оң жағы қос сызық, қалған жағы бізде үзік сызық болып тұр. Жалпы мына кодтардың барлығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.